енді біз атеистпіз. Бізде мектепте Құдай жоқ деп ораза ұстап мен де бірге қазақпын деп сөйтіп оразаны 5 жыл ораза ұстап жүрдім ше. Бірақ мен өмір бойы бір Құдайда сұрағым болатын. Өлім мен өмір жайлы. Бір сонда ойлайтын, балгерлерге барып сұрайтынбыз. Болашақта не болады екен, қандай жоқ, Құдайдан сұрамаймыз да. Я біз ойлайтын, мама қараңызшы, ана жерде Нұрсағали тәте тұр, бірден еңкейіп тұр деп. Содан кейін келді, бір суббота күні бір жерге барайық, рухани сыйынамыз деп айтты. Мен ойладым, жаңа діндерде дін ғой енді, бірақ та тек қана христианствода құтқарушы бар деп. Мен ештеңеден қорықпа, мен сенімен біргемін, мен сені қорғаймын деген сондай атамыздан келе, адам атамыздан келе жатқан денемізде де, тәнімізде де, миымызда да бар күнә бар. Сәлеметсіздер, бауырластар. Мен бір өзімнің әңгімемді айтып берейін. Менің атым Нұрсағиля, өзім туылған жағым Талдықорған облысы. Сол жақта Совет одағы кезінде оқыдық, мектепте жүрдік. Біздің о кездегі тәрбие атеизм кезі, Құдай жоқ дейді. Біздің Құдайымыз Ленин атамыз болды, соған сыйынатынбыз. О кезде мен октябрят кезімде мынандай кішкентай значок бар, белгі бар да, соның ішінде Лениннің кішкентай бала кезіндегі суреті болды. Мынандай шашпен, бұйра, сондай әдемі түрі. Енді өзі азиатқа келеді ғой түрі. Сосын мен де сондай ұқсастығымды айтып, мен соған қуанатым. Маған бір туысқандарым айтатын, ой, мына суретте сен Ленин атаңа тартады, соған риза болып қалатынбыз сол кезде ше. Сөйтіп оқып жүрген кезде мектепте мама мұғалім еді. Сондай енді негізі мен кемпірдің дейді ғой, баласымын ғой. Сөйтіп бізде қазақша бауыр басып, сол мен тұңғышы болғаннан кейін өзінің сол кісіні мен енді анам деп ойлайтын, бірақ мамам, папам бірге тұратын. Олар енді жас қой. Мамам негізі мұғалім болып істеді. Сонда енді біз атеистпіз. Бізде мектепте Құдай жоқ деп үйретеді. Содан кейін бір кезде мамам бір сұраққа оны Құдай біледі деп айтып қалды. Мен оған таң қалдым да бүйтіп айттым. Мама, сен өзің мұғалімсің, қалай айтасың сен деп. Сосын мамам үндеген жоқ ары қарай. Сосын арасында менің ана үлкен бабушкам бір намаз оқитын бар болатын. Енді оның бәрін біз түсінбейміз. Ол кісінің тарихы былай, аты ол кісінің Бибатима болатын. Ол кісінің атамыз, өзінің әкесі бай, бақуатты адам болған екен кезінде. Енді ол Совет одағынан бұрын ғой. Содан 40 жасқа шейін жаңағы несі балалар болмапты. Содан кейін неге Меккеге барып кеп, ол кезде Меккеге бару деген енді қиын жол болған екен. Сойқа барып кеп, сеніміне қалай келгеннен кейін, осы менің жаңа апам Батима туылғаннан кейін ол кісіні атын Бибатима деп қойыпты. Содан ары қарай ол кісінің тұрмысқа беріп, тағы оның туылған әжеміз, енді менің әкемнің шешесі. Сондай тарих, енді біздің ата-бабамыз бәрі сондай Құдайға қараған, нағыз мұсылман адамдар болған. Нағашы жағымнан да сондай қажылыққа барған адамдар бар. Сүндетбай қажы деген мына жақта бар, Алматы маңайында. Сол кісі менің анамның нағашысы, мамасының әкесі. Сондай біздің бәр жағымыздан енді мұсылманбыз ғой. Мен өзім сондай мұсылманның тұқым деп 90 жылдары сондай кез келді ғой енді. Совет одағы таусылған, бітті деген сияқты, енді адамдар Құдайды іздей бастады. Сол кезде бәріміз бүкіл жұмыста бәрі ораза ұстай бастадық. Сол кезде ораза ұстап, мен де мұсылманмын, қазақпын деп сөйтіп оразаны 5 жыл ораза ұстап жүрдім ше. Бірақ мен өмір бойы бір Құдайда сұрағым болатын. Өлім мен өмір жайлы. Сонда ойлайтын, неге осы біз қиналып өмір сүреміз. Енді Совет одағында оңай болған жоқ. Кейін де мына 90 жылдар жұмыссыз қалып қалдық. Сонда ойлайтын, неге біз сондай ақыр өлеміз ғой, не үшін ол? Сондай сұрақ мен миымда жүретін. Содан кейін сол 90 жылдар осы жаққа қайта Талдықорғаннан келіп жұмысқа орналасып, осы жерде менің курстас қызым Айман тұратын Ақсай жақта. Мен де сол жақта тұрып жүрдім. Сол кезде бізді жұмыстан бір жылдай неге жіберді, без содержания дейді ғой, ешқандай не жоқ, отпускқа жіберді. Сондай кезде біз баяғыда тағы бір әдетіміз болған. Бір балгерлерге барып сұрайтынбыз. Болашақта не болады екен, қандай жол, Құдайдан сұрамаймыз. Біз ол кезде намаз оқуды білмейміз ғой енді, сыйынуды білмейміз, сонда сұрайтынбыз. Содан барып очередь ана жерде тұрған енді адам көп, қыс
дала суық. Сол кезде мен далада тұрдым, жаурап кеттім. Өзіміз енді ашпын ғой, с утра таң аптастан үйден шығып кеткем, далада тұрмын. Сон бір жерде сөйде бір кафе бар екен, ішіне жылы ғой енді қыста. Кіріп жылынайын дедім да, қарасам сол жерде бір еркектер кіріп 50 грамм арақ ішіп жатыр екен, жылынып шы сөйтіп. Ол кезде енді мен өзім арақ ішпеймін ғой, бірақ та ойыма бір ой келді, осылай жылынады екен ғой, осындай жылынса болады екен ғой деп ойлаға салдым да. Сөйтсем тура сол жерде, енді ол құдайдікі емес деп ойлаймын, енді құдайдан келген екен ғой, бір әйел келді да қасыма. Жош, мына жерде еркектер екен, менімен бірге чай ішейік. Мен де ойладым, бір ыстық шай ішейін деп кірсем, сосын ол пельмені алдым деді да, еще жаңағы қосып қасына бір 100 граммдай сондай арақ алып қойыпты. Сосын жаура қапсың ғой, әлі тұрасың ғой, мынаны ішіп ал деп ішіп алдық соны. Содан кейін пельмен жеп, содан кейін далаға қайтадан шықтым, бір очередьтен барып тексеріп келдім, әлі тұр. Сосын қасында бір балалар көрді, ой, тәте, жақсы болып алыпсыз ғой деді. Дедім да, олар көріп тұрды, енді мен өзгеріп келгенмін. Сосын қайтадан кіріп жылындым да, қайтадан шықтым да, бір кезде есімді жинап етіп көзімді жан-жағыма қарасам, далада жаңағы кешіріңіздер құсып жатыр екен. Анау маған негізі жақпайды, ондай спиртной, соны іше алмаймын мен негізі. Бірақ ананы 1-2 стакан ішкен ғой, сол организм менің сыртқа теуіп жатыр да оны. Сөйтіп жатқан ғой, бір үйдің бұрышына барып. Бірақ андай очередім әлі өтпеген. Сөйтсем жаңағы менің бірге оқыған Айман деген қыз, енді екі кішкентай қыздармен сол жерден өтіп бара жатыр, мені үлкен қыз көріп қапты. Сол айтыпты, мама қарашы, ана жерде Нұрсағила тәте тұр, бірден еңкейіп тұр депті. Сосын анау келіп мені сол жерде ертіп, үйі жақын болған, үйіне ертіп алып кетті да. Сосын балгерге де бармадым, жаңағы бал ашатын кемпірге де бармадым. Арақты жаңағыдай болды. Соны 2 күн ана Айман үйінде ол мені 2 күн жаңағы есімді жидырып, сосын су береді, жаңағы құстырады, айтады да, енді ішесің бе? Жоқ деймін. Сөйтіп Құдай сол бір моментте мені 2 жаман нәрседен аластады шы. Балшыларға бармайтын болдым, арақты да енді ешқашан жоламайтындай болдым. Сондайдан басталды. Содан кейін Айман сол кезде біз жұмыссызбен не істеймін, ол айтты, жүр. Оданша біздің үйіне қонаққа шақырып тұрды. Содан кейін айтты, бір суббота күні бір жерге барайық, рухани сыйынамыз деп айтты. Мен ойладым, қандай екен деп сол ойладым енді. Өзім ана 5 жыл ораза ұстағаным бар, Құдайдан сұрақтарым бар. Сөйтіп, енді іздеп жүрмін ғой, сөйтсем Құдай мені жетелеп келе жатыр ғой кішкентайымнан сөйтіп. Одан осы 90 сол жылдар ғой. Одан бір 7 жыл бұрын бір менің туысқаным бар, Ләззат деген, өзі менен 5 жас үлкен, тоже мединститут бітірген. Сол Алматыда тұрған бір кезде бір айтты. Бүкір жаңағы діндерде дін ғой енді, бірақ та тек қана христианствода құтқарушы бар деді. Мен оны түсінбеймін, ондай сөздерді білмеймін, өзім мұсылманмын деп жүрмін ғой. бірақ та сол айтады ғой, қандай сөз, Құдайдың сөзі тегін қалмайды дейді. Ол шығады, нәтиже береді дейді. Сондай, ол өзі кейін ондай жиденкеге ешқайда бармайды. Ол қайдан оған Құдай айтқызып тұр ғой енді. Сол жаңағы салған бір сөз өсіп 7 жылдан кейін ана жерге уже Айман мен ана жерге ертіп барды. Сол жиналысқа бардым, рухани. Сол жерде барсам, сол тура жаңағы өлім мен өмірдің жайлы жаңағы несін жауабын алдым да. Сол кезде тағы барып жүргенде маған бір соның алдында ғана бір не болды. Қазақша аян дейді ғой енді. Маған бір елес сияқты бір аса сондай мықты тұлғашы, сондай тұлға маған айтты, миыма қарай, сөзбен емес, ештеңеден қорықпа, мен сенімен біргемін, мен сені қорғаймын дегендей сондай ой берді. Мен ойладым, кім екен? Содан кейін сөйтіп жаңағы Айман кездесіп ана жаққа апарды. Сонда барғанда бірінші көргенде ойладым, мына жердің адамдары да бір жақын сияқты маған рухани, мен сияқты бірдеңкені іздеп жүрген адамдар екен деп солай сездім, ой келді маған. Сондай рухани адамдар екен. Сөйтіп сенбі сайын сол жерге жиналысқа барып жүрдік Айман екеуміз. Сосын сөйтсек, ол жерде ең алдында мен тағы 5 жыл ораза ұстағанда мұсылманша Құран алғам, сатып алғам, соны оқитынмын. Сонда оқысам түсінбеймін, қызыл жаңағы не туралы айтылады,
сиыр дей ма, бұзау дей ма, я қызыл бұзау дей ма, түсінбеймін, тағы бір сөздерді айтып түсінбеймін. Сосын қарап оқып, үшінші неге келдім, сүреге келсем, бір жерінде жазылып тұр. Егер бұны түсінбесең, алдында түскен кітаптарды оқы дейді. Мен ойладым, қандай кітаптар? Сөйтсем, ана жерде жазылыр, Забыр, Інжіл дейді. Не ол кітап екен деп жүргенде, Құдайдан енді ішімнен сұраймын да, адамнан сұрамаймын. Сонда Құдай өзі жауап берді. Сөйтіп келсем, жаңағы Айман ертіп барған жерде мені сол жаңағы айтылған, Құрандағы айтылған кітаптарды оқиды екен, зерттейді екен. Ол нағыз жазылған сондай, қазір енді білеміз ғой, ол Құдайдың несімен, рухымен жазылған екен. Сондай кітаптар екен. Ақиқат, шындық жазылған екен. Соны киелі кітап дейді ғой енді. Сол жерге барып жүрмін. Сосын сөйтсем, ол жерде өзінің рәсімі бар екен, рәсім жаңағы суға шомылдыру. Ол суға шомылдыру деген енді кәдімгідей суға шомылдырады толығымен сондай. Оны мен білмеймін ғой енді. Сол жерде жүрдік, соны сөйтсек одан өту керек деді. Бір кезде мен былай сұрадым. Қашан Айманнан сұраймын ғой, баяғы сол ертіп жүр. Тағы еще қасында қыздар бар енді. Ғалия деген тағы қыздар болды, солар мен Гүлнар деген, солар мені бәрі жан-жақтан көмектесіп, түсіндіріп, сол жолға Құдай сөйтіп өзі да сондай адамдарын беріп, әпкелі, сіңілі болып, сондай өмірім бір жақсы рухани өсіп, содан адамнан өтетін болдық. Ол мен айттым да, қашан болады деймін, Айман айтты, сен қашан деген кезде болады деді. Сөйтсем, шілденің 8 өзім туғаным, шілденің 10-ы 99 жыл сондай рәсімнен өттік. Үлкен автобуспен жиналып, мен сіңілім бар, бәріміз қуанып, жаңағы сондай бір мейрам сияқты. Жолға, сыртқа, табиғатқа шығып, бір көлдің несіне түстік. Сондай рәсім қабылдадық. Сондағы әсерімді айтайыншы, сондай өткеннен кейін, сол рәсімде мен бар ғой, тағы бір ойыма, жаңағы аян сияқты келді да, бұрынғы өмірім мен сыртта жүр екем, мен бір әулеттің жақсы, мықты әулеттің қыз екен, бірақ та сыртта жаңағы забор дейді ғой, соның сыртында қалған екем деймін да, анадан өткеннен кейін сол өзімнің құқықтарым орнына келгендей болды. Сондай ой келді мағанша. Орысша айтқанда восстановили в правах дейді ғой, сондай болды. Өз құқығымды өзіме бергендей болды қайтадан, қайтқандай болды. Сондай әсерде болдым. Сөйтіп өмір солай, сол жерде енді жаңағы Құранда айтылған кітаптарды үйреніп, біліп, ары қарай біліп, сонда ана өмір бойы үрей бар ғой енді, өлімнен қорқамын, мен сондай өзім сонда қорықпа деген сөзі сол жерден білдім мен. Себебі бұл өмір уақытша дейді. Қазақша айтқанда жалған дейді ғой. Жалған деген енді өткінші деген сөз ғой. Қысқа ғана өмір дейді, қамшының басындай ғана өмір деп айтады ғой. Сол сияқты бұл өмір қысқа, бірақ бұл өмір өте маңызды, себебі бұл дайындық. Егер осы өмірде біз Құдаймен жаңағы шомылу рәсімінен өтіп, жаңағы договор дейді ғой, сондай завет дейді қазақша, оны келісім дейді ғой. Сондайға отырсақ, жаңағы бізге бүкіл аспан ашылады. Бүкіл өткен ата-бабамыздан келеді, адам атамыздан келе жатқан денемізде де, тәнімізде де, миымызда да бар күнә бар. Күнә деген ол біз жасаған жаманшылықта емес, біздің өзіміздің табиғатымыз сондай болған. Сол жаңағы кітапты үйреніп, оқып, зерттеп, оны үйретіп жатыр ғой, жан-жақтан өзімді оқимын, содан кейін әсіресе оны Құдай өзі ашады. Сол кезде түсінікті болады, себебі әркімге әрқалай. Содан кейін сөйтіп жүрген кезде, шомылудан өткеннен кейін, бір 9 айдан кейін тағы рухани туылу деген болатын мағынашы. Сондай сөз естіп жүрдім да мен. Маған қызық сияқты, қасымда орысша былай деп айтты, рождение свыше дейді да, мен ойладым, не ол қайтадан, мен енді үлкен адаммын, туылған деген не деп сөйтсек, соны ойладым да, мен туылдым ба, туылмадым ба деп сұрай бердім да Құдайдан. Сосын бір күн теріс қарап төсекте жатып едім, тағы түс көрген аян сияқты ғой, енді түс дейді ғой, қазақтар аян дейді ғой, сондай көрдімші. Аспанда бір ақсақал мен қасында ұлы бар, әке, ұл тұр. Олар жаратылысы адамның тән емес, жердегідей емес, әппақ бір денелер, сондай аспандағы бұлттар болға әппақ сондайдан жасалған сияқты, бірақ плотный, мындай мықты да, енді тығыз, бірақ та адам пішіні сияқты, бірақ қарасам сондай керемет, енді олар қарасам сезімің бір жақсы, ерекше. Аспандасың,
соны қарасам есігің екеуінің қолында жөргекте бір нәресте, тоже аппақ, тура өздерінің несі сияқты, туылған, жаңадан туылған. Соған қарағанда мәңгілік сондай сүйіспеншілікпен қарап тұрды, көздерінде енді ол бітпес махаббатпен қарап тұрды. Кішкентай балаларды жақсы көрді ғой ата-анасы, жаңа туылған. Соған ұқсайды, бірақ одан терең, одан жоғары, одан енді үлкен сондай сезіммен қарап тұрмын. Мен де ойладым, сондай маған аян көз. Қарасам, ана бала мен екенмін, сөйтсем мен туылған екенмін, рухани туылған екенмін. Соны маған Құдай жауап беріп айтып тұрды. Сондай енді өмірлерде сұрасаң, сондай жауап бере береді екен Құдай. Әсіресе ең басында енді зерттеп, ол қараңызшы, ол кітабында жазылғанның бәрі рас. Құранда да жазылған, Құдайдың өзі де рас, сөзі де рас. Сонда сол сөзін оққанда бір жерінде жазылған ғой киелі кітапта. Ең басында, әу баста сөз болған. Ол сөз бізге келіп жерде жүрді, тән болып, біз үшін, біздің күнәмізді алу үшін, бізге ақиқат шындықты жеткізу үшін. Соны мен түсіндім да, сол кезде сол сөздің аты Иса екен. Содан бері мен ана туысқаным қашан 7 жыл бұрын айтқан сол сөз өсіп, міне сол маған сол кезде жетті. Сөйтіп, міне осы уақытқа шейін сол сөзді оқыған сайын рухани да, тәни де, жаңағы эмоционал дейді ғой, жаңағы жан жақты үрей жоқ енді. Жеңеден қорықпайсың, болашағың анық, өткен өмірің кешірілген, тазарған. Сондай бір ғана құтқарушымыз сол Иса. Соны білдім мен. Соның арқасында жүрмін, себебі қорғап, қоршап, талай жерден алып шықты. Ондай аяндарды көп беріп тұрады. Мысалы, бір айтайын дегенім тағы басқалары жайлы көрсетеді. Мысалы, бір жанұя бар, Құдайға берілген, 4 баласы, бәрі сол кезде, енді олар жастау, 4 балалары болды. Сол кезде олар бір үйде тұрады, бөлек үйде тұрған сол жерде. Сол кезде бір түсіме кірді, сөйтсем солардың үстіне үйін қорғайтын бір танк дейінші, танкқа ұқсайды. Мұржасы бар шығады, бірақ енді современный емес, вообще енді не, аспандағы сияқты, аспанда қасында не бар, солдат бар. Соны басып тұр. Ана танк бар ғой, енді мықтылығы күшті, ол бір қозғалса, ана үй тұрмақ, ауыл төменге түсіп кетеді, бірақ ол сол үйдің үстінде бүйтіп қорғап тұршы. Себебі ол адамдар сондай берілген адамдар. Сондай аян көрдім. Сосын тағы бір жерде бір адам, бірақ денесі де басқасы идеальный дейді ғой, таза, шыққандай бір киноларды көрсетеді ғой, енді киноларды көрсетемей, бір таза аспаннан келген адам сияқты, қолында иті бар, қара ит, соны немен келатыр, ұстап келатыр. Сонда мені қорғауға, орысша айтайыншы, бір свара деген болды ғой, сондай жерге ана иттер сияқты ырылдас не болады ғой, енді өмірде болады ғой, сондай жерде мені құтқару үшін сол жаңа періште итімен жіберіпті. Сондай да аян беріпті. Сондай қорғап, жан жақтан қоршап, сондай. Және әрине бұл жерде мен рухани жанұя таптым. Бәрі бұл жердің адамдар мен бір таңғалатым. Қанша ренжісе де ар жағында бүкіл былай жай өмірде жаңағы не ұстап қалады ғой, кек ұстап қалады. Бұл жерде ондай жоқ. Бір-бірін кешіріп, сондай Құдай сөйтіп үйретеді, тәрбиелейді, менің балаларым дейді. Құдай бізді ұлым, қызым деп сондай сезім бізге, енді сондай сезінеміз да. Аспанда әкеміз деп айтамыз біз. Енді ондай біздің аспанда әкеміз барға кімнен қорқамыз дейді ғой. Бұл жерге қарсы бізге ешкім тұра алмайды бізге. Содан ешқандай үрей жоқ енді. Мен бұрыннан өзім қорқақ едім кішкентай кезімнен. Өлімнен де қорқатым, анадан да қорқатым. Енді өмірде мен көп нәрсені істемедім, қорқақ болғаннан кейін. Сол себептен қазіргі айтатыным сол, ешқандай үрей де жоқ, болашағым анық, ешқандай жаңағы тағы білген біздің айтады ғой, күнәһар адамбыз деп бәр жақта енді әрбір діндерде айтады. Бұл жерде енді Иса өзін алды.
біздің күнәмізді де, жаңағы бұрынғы өзіміздің істегенімізді, істемегенімізді, ата бабадан қарғыстар дейді ғой, енді ондай қазақтарда да бар. Соның бәрінен тазарып, қазір еркін жүремін мен. Ештеңеден қаймықпаймын да, және сұрасаң жауабын аласың. Сондай қазіргі менің өмірім сондай қуанышты өмір. Сол менің өмірім енді айта берсек өтіп жатыр, бірақ та менің бір ең сүйікті кіші інім бар еді, Самат деген. Сол бір қиын жағдайға түсіп, сол қасында соңғы күнге шейін болдым. Сол қолымнан аттандырдым. Сонда да қатты енді күйзелдім, Құдайдан сұрадым. Сонда ойладым, тым болмаса бір рет көрсем екен ата-анамды, інімді деп сөйтіп ойладымшы. Ондай сұраққа да Құдай жауап береді екен. Себебі соңғы күні, қиямет күнде бір рет болса да көреді екенбіз. Маған сондай үміт бар. Сондай, сол себептен мен туысқандарыма мен көп ештеңе айтпап едім. Мен інім бірақ бәрі біледі мен Исаға сенетінімді. Құтқарушым бар екен. Бір інім кішкентай қызы бар, енді 16 жасар. Сол бірдеңке сөйлесен десем маған айтты. Мен қызыма Құдай туралы айтпа деп, ол маған жаңағы запрет қойып қойды. Сондай жағдайлар болады, бірақ та менің туысқандарым бәрі қазір Құдайдың жолында намаз оқитын сондай адамдар. Бәрі енді айтайын деген оларда Исаның келеді деп айтып жүр. Енді біз бірақ та мына кітапта енді анығымен айтылады. Себебі Иса өзі туралы айтады, мен рухани нанмын, мен жесеңдер өлмейсіңдер мәңгілік. Мен болсаңдар, өлсеңдер де тірілесіңдер. Себебі ол өмір өзі туралы айтады, мен жол да менмін, Құдайға апаратын, өмір де менмін. Сондай мәңгілік өмір, ол сондай нәрсе өмірімде өтіп жатыр. Мен сол себептен сыртымнан былай білінбесе де, мен ішімнен ештеңеден былай қаймықпаймын да, өлімнен де қазір қорықпаймын бұрынғыдай. Себебі менің құтқарушым бар, мен үшін құрбандыққа жаным беріп қан төккен. Онда енді ешкім істей алмайды. Ата-анамыз әрине біз жақсы көреді ғой, туысқанымыз да, бірақ та ондай нәрсені ешкім істей алмайды бізге. Сол мен ана туысқаным айтқандай, осы жерде ғана құрбандық бар бізге төлейтін. Сол себептен жаңағы қазақтарда бір сөз бар, үмітсіз сайтан дейді. Мен соны естеймін да, ойладым, не ол мағына деп түсінбедім. Сөйтсек, жаңағы сайтан дегеніміз, бұны Люцифер деген осы каналда подкаст бар, ол жайлы. Ол аспаннан қалай құлағанын, Құдайға қалай қарсы шыққанын, періштелерді жаңағы уағыздап, сол сөйтіп өзімен бірге жерге түскенін, сол себептен ол адамға өш, адамның негізі біздің дұшпанымыз сол. Дұшпан деп ғана айтамыз ғой, атын айтпа деп айтады ғой аталарымыз, сайтан депші. Өзінің аты сол бұрын, бірақ ол періште болған, өте жоғары дәрежелі. Қазір ондай емес. Сол себептен ол білімі көп, алдап кетеді. Бірақ та ол әзәзіл, қазақша айтқанда, иә, әзәзіл дейді ғой, алдамшы. Оны Иса жеңді біз үшін. Біз өзін жеңе алмаймыз, ол жоғары дәрежелі періште ғой. Оның мыңдаған жылдары ақылы да бар, күші де бар, өзінің періштелері де бар, жаңа перілері дейді ғой қазақ. Сол себептен ал біздің үмітіміз бар. Себебі біз әр адамның үміті бар. Сол қазір уақыт өтіп бара жатыр. Әркім тірі кезінде сол жаңағыдай шомылу рәсімінен өтіп, жаңағы Құдаймен келісімге отырса, мәңгілік өмірге аттау деген сол. Енді оны көп адамдар білмейді. Сол үшін міне біз ондайды аян бер Құдай ашқаннан кейін сонымен бөлісіп жатырмын. Иә, сол себебі біз пенде болғанмен, енді Құдай жаратқан пендеміз дейміз ғой. Бірақ Исаның арқасында біздің үмітіміз мәңгілік өмірге бар. Әр адамның үміті бар. Тек қана енді Құдайдың жаңағы қолын біз арғы теппей, сыртқа теппей, махаббатын қабылдасақ, жазылған, мен үйіңе кеп есігіңді қағып тұрмын дейді. Есігіңді ашсаң келемін дейді, саған құтқарамын дейді. Ал сайтанның үміті жоқ. Ол себебі ол қарсы шығып, жаңағы айқыш-ағышта Исаны сол өлімге жеткізіп, сондай өзінің адамдарымен, жаңағы перілермен, бәрімен сондай жағдайға жетті. Бірақ Иса айтты,
бәрін жеңдім, осымен бітті, тәмам болды деп айтылды. Ол біз үшін бәрін жасады. Сол себептен біз қуанышты өміріміз бар, болашағымыз бар, үмітіміз бар. Айтып кетсеңіз, осы жерде Иса сіз үшін кім болып табылады? Иса деген, мен қазақтарда бар ғой, мен айтайын деген, әке, көке деп екі адам бар, жақын, үлкен. Сол өзіміздің әкеміз, көкеміз. Мысалы, менің де сондай әкемнің інісі бар болды, көке дейміз оны. Ол екеуі де енді ата, енді не сияқты, әке сияқты екеуі де. Үлкен еркектер, ағамыз сияқты. Сол сияқты мен қазір ойлаймын, қазақтар бәрін баяғыда білген сияқты атауым. Себебі аспанда әкеміз ғой, жаратушымыз, ол және Иса көкеміз бар. Сол тағы бір жерде жазылған, келі кітапта, ол 100 000 бауырға татиды, одан да артық депші. Біз бауырларымызды жақсы көреміз ғой. Бауырларымыз бізді қорғайды, қолдайды. Ал Иса соның бір өзі мыңдаған бауырға татиды. Ондай ешкім жоқ. Және айтылған, оның Құдайдың махаббатын бізді ешкім ажыратамайды. Өлімде, өмірде, сайтанда, періште де ешкім ажыратамайды. Соны айтайын деген. Сол үшін маған Иса мен үшін үлкен көкем де, мен құтқарушым да, жаңа сотқа болады, қиямет күні сот болады, сол кезде менің жақтаушым да, менің бәрін, менің қарыздарымды төлеушім. Сол мәңгілік өмірге жетелеушім. Сол себептен енді оның рөлдері бәрі көп, жоғары, рухани бауырымыз да сол себептен енді онсыз біз ештеңе істей алмаймыз, өзі айтылған. Бірақ онымен бірге біздің күшіміз де, әліміз де бәрі бар, бәрінен өте аламыз да, және ештеңеден қорықпаймыз. Осы біздің тыңдаушыларымызға қандай кеңес айта аласыз? Мен айтайын дегенім, уақыт қазір қиын кезде бәрі тәубаға келіп жатыр. Тәубаға келу деген мойындау ғой. Мен пенде екенімді, күнәһар екенімді Құдайдың алдында салыстырғанда, Құдаймен салыстырғанда алдына тұра алмаймын. Бір Иса тұра алады. Бірақ Исаның арқасында бізге Құдай мүмкіндік беріп тұр. Сонымен жаңағы келісімге келіп, соған еріп, тым болмаса кітабын, жаңағы сөзін Құдайдың ашып оқысақ, Құранда жазылған Құдайдың сөзін рас депші, сол рас сөзді оқып білсең, Құдай ары қарай жетелейді ғой. Біз бір қадам аттасақ, ол бізге 10 қадам жүгіреді дейді. Қарсы жүреді. Себебі Құдай деген ол сүйіспеншілік. Сол себептен мен бәрін, бірақ өмірде бәрі іздейтін махаббат қой. Махаббат, сүйіспеншілік дейміз, соның бәрі оның аты Құдай. Оны тек қана Құдай арқылы келеді, Құдаймен келеді, Құдайдың өзі аты. Соны Иса бізге жерге әкелген, бізге құтқарған, бізді сатып алған жаңағы күнәдан болашаққа жетелейтін мен сондай, өзім сондай. Сол үшін енді уақыт оздырмай, қазір үміт үзілмеген адамдар соны қабылдаса деп ойлаймын. Сондай ойланыңыздар. Қалғанда басқа сұрақтарыңыз болса, осы каналдан тағы да көрулеріңізге болады. Нұрсүгүл тәте, сізге көп рахмет осы куәлігіңізге. Біздің тыңдаушыларымызға барлық жақсылықты тілейміз. Аумин деп айтайық. Сол ораза кезінде сіздер кейінде, енді көп жатасыздар ғой, кейінде сол жалпы күнде Құдайға келіп, жаңағы ақ батасын алып, ақ жолға жүрсе екен қазағым деп тілеймін.